Сәдір ата ұрпақтары. Біздің ата-бабаларымыз есімін аса құрметпен ата-бұлықта өткен рубасы Сәдір атамыздың рухына тағзым етіп, есімін ұрпаққа ұлықтау мақсатында тұрғызылған кесененің ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. Сәдір Саполы 18 ғасырдың соңғы ширегінде дүниеге келген тарихта болған тұлға. Ол заманында батыр, шешен, би атанған. Сол үшін де халық оны төбесіне көтере құрметтеп, ру басы атандырған. Ру басы болу үшін, яғни халықтың лидері болу үшін адамға 3 түрлі қасиет керек. Біріншіден ол көзсіз батыр болу керек, елге қорған пана болу керек. Екіншіден ол дем арасында сөз тауып айтатын айтқыр, тапқыр, шешен болу керек. Үшіншіден ел арасындағы даудамай шешерде ол әділ билік айта білуі қажет. Міне Сәдір батырдың бойында осындай қасиеттер болған. Сондықтан да ол осы өңірдегі елді басқарған, ру басы атанған. Бір кездерде көнегөз қариялардың айтуынша осы жерде Сәдір батырға арнап салынған үлкен кесене болған. Бүгін міне біздің ру басы Сәдір атамыздың кесенесін ашқалы тұрмыз. Өте ауқымды жұмыс істелді. Інілерімізге, ағаларымызға, туысқандарымызға үлкен рахмет. Осы жұмыстың бәрін тез арада 16 күн ішінде атқарып шықты. Сәдір атамыз батыр болған адам. Осы жердің халқының барлығын жұмылдырған, қорғап тұрған адам. Сондықтан осы кесене тұрғызуымыз өте үлкен шаруа болды. Атамыздың кесенесі бастапқыда осы жерге келіп, тауып атамыздың зиратын бүгінде арқамызды кеңге салып, керемет бүгін ас беріп жатырмыз. Мінекей атамызға арнап, Сәдір атамыздың рухы бәріне сәттілік, ақ жол тілеймін. Таңғаларлығы осындай тастан салынатын, оның 15 күнде өтетін бізге осы атамыздың аруақ шығар сыйға тартып берді. Бітірген бойда мына қоршауды салып, 2 қарлығаш келіп, төбесіне қонды. Осыны еңбектенген жастарға көп алғысымыз шексіз. Енді біздер де атамыз қолдап, желеп жүре жатсын дейміз. Ойыл ауданындағы Ақшатау елді мекені Сәдір батырдың ата қонысы болған. Сол маңайда 6 қанат үйдің аумағындай жердің алатын күмбездеп салынған бейіті болған. Қазақтың байтақ даласын қорғаған батырлар көп. Олардың көп болу себебі біздің жеріміз үлкен. Алайда біз оларды түгендеп біткен жоқпыз. Осы Сәдір батыр сияқты әр өңірде де батырлар бар. Біз осындай батырларды қайтадан халыққа қауыштырып, таныстырып, сөйтіп Қазақстан тарихнамасына жаңа есімдерді енгізуіміз керек. Сәдірдің тарихи тұлғасын анықтайтын тағы бір дерек, сол маңайдағы Сәдір тау аталатын тау бар. Бұл кесене сайын даламызда орын тепкен ұлттық сәулет өнерінің бірі, халықтың рухани құндылығының жарқын көрінісі деп толық айтуға болады. Ендеше барлық қауымға арнап, Ойыл орталық мешітінің Көкжар мешітінің имамы Нұрлан ағам отаға шақырайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату аля расулина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи аджмаин. Раббым Алла Тағала барша әлемді жоқтан бар қылған құдірет күшті Аллахым, осы қасиетті Құранда болған сауапты өшеде жатқан барша момин мұсылмандардың рухына бағыштадық. Жатқан жайлы топыра торқа, жанда рахатты болсын. Арнайы Құран бағыштап жатқан Сапалы Сәдір атамыздың рухына бағыштадық. Жатқан жайлы топыра торқа, жаны рахатты болсын. Оққан Құрандарымыз, беріп жатқан садақаларымыз қабыл ет. Бирахматику рахманир-рахим. Аллаху акбар. Ұлттық тарих үшін ерекше маңызы бар тарихи мәдени сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру қажеттілігі туралы жазылған қағидатына сүйене отырып, қазір қайта тұрғызылып отыр. Ретте кесене салушы маңғыстаулық фирмамен келісім шартқа отырып, олардың талап еткен қаржысының 50%-ын төлеген және осы негізде кесене жұмысының басталып кетуіне жол салған Жандос Пангереевтің есімін әлдипатпен атай отырып, азамат ол тәрбиелеген үшін алғашқы сөзді әкесі Сәдір атаның ұрпағы, Ойыл ауданының құрметті азаматы, қазіргі таңда Америкада тұрып жатырған
Пангереев Болат Шамылына береміз. Құрметті туысқандар, Сәдір ата ұрпақтары, атаның есімін ұлықтауға келген қонақтар, атамызға салынған бұл кесене алдымен оның рухына бас иіп, құрмет көрсету болса, екінші кезектегі мәні осындай. Кесене тек қана Сәдір руының емес, бүкіл қазақтың еңсесін биіктететін рухани құбылыс және сонымен бірге бұрынғы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан сәулет өнерінің ескерткіші. Қазақтың ұлттық мақтанышы. Аққасанов Аманжан ағама беремін. Мынау енді Сәдір ата ұрпақтары, осы жерде Сәдір ата ұрпақтарының барлығы отыр. Иә. Мынау енді үлкен істің басы қасында жүрген, жаңа айтып өтті басында мына балам. Пангереев аба кімнің баласы, Болаттың үлкен баласы, үлкен қаржы салып, иә. Осы қаржының 7.200.000 тең жартысын салып, қалғандары қостап, иә. Осында көптеген Сәдірдің балдары жүр осы жерде. Атын атап түсін түстемеймін. Барлығына мыңда бір рахмет. Шахат ұрпағы Тілеген ағама беремін. Сәдір атамыздың басы жарқырап тұрғанда екі ағайындыны бөлмей ұрпақтары бұл үрдісті жалғастыра беріңіздер. Әрқайсыңыз жеті атаны білуге тырысыңыздар. Сіздер мына Сәдір ұрпағының ұйымшылдық екенін кеше біз көрдік. Ұйымшыл, бірлікшіл екенін, соны ұйымдастырған ағаларды да білдік. Ал соған ұйытқы болған Бітімбай ағамыздың баласы Дулатқа мың рахмет айтуға болады. Ойыл селосының әкімі Сәдір ата ұрпағы Сағынғалиев Рүстем Темірұлына беріледі. Қадірлі ағайын, ардақты Сәдір ата ұрпақтары, бүгінгі игі іс-шараға атсалысқан барлық Сәдір ата ұрпақтарына шынайы алғысымды білдіремін. Ортаға Алмат әкемізден Ерболат ағамыз шақырайын. Келіп жатқан кесененің ашылуына қатысушылар, кесененің ашылу салтанаты болғалы тұр. Алдымен мен Аллаға, одан қалды Сәдір атама басымды иіп тағзым етемін. Бізді біріктірген, біздің туыстығымызды нығайтқан, әр уақытта да бірге болуымызға үндеген осы азамат деп білемін. Енді бұдан бұлай Сәдір деген атымызды жоғары биік көтеріп жүруге нәсіп етсін. Әуелі Нағима ханымға бергім келіп тұр. Салып меценаттық көмек көрсеткен үшін Жандос Болат Пангереев осы алғыс хатпен марапатталады. Ерекше белсенділік танытқан үшін Ерболат Аманжанұлы Аққасанов осы алғыс хатпен марапатталады. Сәдір ата мәңгі мекенінің тұрғызуына тікелей ұйытқы болған ұйымдастырушысы тарихшы білгір маман Дулат Бітімбайұлы Исабаев. Баршаларыңызға құтты болсын. Сәдір атамыздың әруағы қолдасын. Аты тұлғалық тарихтан алатын орны ерекше болсын. Сәдір ата мәңгі мекенін орнату жұмыстарын ұйымдастырып, сапалы салынуын және эстетикалық безендірілуін қамтамасыз еткен үшін Асқар Шамылов Пангереев осы алғыс хатпен марапатталады. Сәдір ата мәңгі мекенін салуда жастарға үлгі өнеге көрсетіп, құрылыстың ждағат аяқталуына белсенді араласқан үшін Елубай Төлеш болып бәріміз қарайсыңдар. Мына ата бабаға кесене орнатқан Сәдірдің атаның ұрпақтары жарайсыңдар деген біледі. Жақсысымыз
тасысын, жаман істер кем болсын. Алла өзі оңдасын, Сәдір атам қолдасын. Ағайын туыс бауырлар, шаңырақтарыңа бақ қонып, бастарыңа бақыт орнасын. Кезекті лента қию рәсіміне берем. Лентаны қию үшін Пангериев Болат Шамылы мен Аққасан Хамылжан ағамды ортаға шақырайын.